Шешендік шиырлары. 15 жас қиын қуған желменен тең. Бір жолы қырғыз қызылым қарт жиреншеге кездесіп қалып, шешен, сізден сұрайын деген бір жоғым бар еді. 15 лақ, 25 серке, 35 орақ, 45 қылыш, 55 егеу, 65 арқан, 75 шідер жоғалттым. Осыған құлағдар болыңызшы дейді. Жарайды дейді жиренше шешен. Жоғыңыздың жөнін айтып берейін. Өзіңіз тауып алыңыз. 15 жас құйын қуған желменен тең. 25 дауыл ұрған пермен тең. 35 ағып жатқан селменен тең. 45 аю аспас белменен тең. 75-те көңілің жерменен тең. 80-де селкілдеген шал боларсың. 90-да толық мен орта түсер. 100-де дүниеден көтеріңдіз. Өлмесең де өліден кем боларсың дейді. Әттеген ай, өзіме 25-тегі жігіттей едім. Көңілімнің жердей болғанын қарашы. Бекерақ сұраған екенмін деп, сонда қызылым қарт жантая кеткен екен. Екінші әңгіме. Не тәтті. Жиренше шешен бір күні жолда келе жатып, алдынан қарсы кездескен бір баладан: «Дүниеде бәрінен не тәтті балам?» деп сұрайды. Сонда бала: «Бал тәтті» деген екен. Ал жұмсақта не жұмсақ? Мамық жұмсақ. Қаттыда не қатты? Тас қатты. Бұл баланың жауабын тыңдап тұрған екінші бала: «Осы сұрақтарыңызға мен жауап беріп көрейін, рұқсат етіңіз» деп өтінеді. «Ал айта ғой балам, не тәтті?» деп жиренше шешен. «Ананың сүті» деп жауап беріпті бала. «Не жұмсақ?» «Ананың қолы». «Ал не қатты?» деп сұрағанда: «Атаның жүрегі» деген екен. Шешен екінші баланың жауабына риза болып, батасын беріпті. Үшінші әңгіме. Азамат. Бірде жиренше серіктерімен алыс жолдан келе жатады. Ауылына жақындағанда жолдастарының бірі: «Жиренше, үйіңде ұлың бар ма?» дегенде ол: «Болғанда қандай? Жігіт болған, азаматым бар» дейді. Осы кезде 4 жасар бала кісілердің алдынан жүгіріп шығады. Мұны көрген жолдастары: «Немерең де бар екен ғой» деседі. Сонда жиренше тұрып: «Үлкені де осы, кішісі де осы» депті. Мұнысына жолдастары: «Әй жиренше-ай, осыны да азаматым бар деп әлде қандай етіп айтасың-ау» дейді, көңілдері толмай. Сол сәтте жиренше қолындағы қамшысын жерге тастай салады да ұлына «Алып бер» депті. Ұлы еңкейіп қамшыны көтеріп әкесіне береді. Сонда шешен жанындағыларға қарап: «Міне, азамат деген осы емес пе? Егер бұл балам болмаса, қамшымды кім алып берер еді?» деген екен. Тыңдағандарыңызға рахмет.